Аллаға шүкір 5 апам бар, 5 әпкем бар деген сөз ғой. Бірінші әпкемнің аты Салима. Содан кейін екінші әпкем бар, С әрпін алып тастайсың, Алима деген әпкем бар. Сосын А әрпін алып тастайсың, Лима деген әпкем бар. Шынымен ба? Иә. Сосын Л әрпін алып тастайсың, Има деген әпкем бар. Сонда Салима, Алима, Лима, Има. Сіз әзілдеп тұрған жоқсыз ба? Жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын. Сосын 5-ші әпкем туылған кезде, әкемнің жаңағы енді сол кездегі адамдардың пейілі мықты ғой. Сол кездегі бір ақсақалға соны қыз ретінде берді. Олар сұлушаш деп қойды. Сұлушаш. Сосын 66 жылы мен туылған кезде әке-шешем мені 40 жасында тапқан жалпы. 40 деп қояйық деді. Осын шешем айтты, С, А, Л, И-ді алып тастаған кезде мағалат деді. Соны ратты қосып Марат болып шықтым. Не деген логика деймін да? Енді ағаларым бар, Қарсақбай деген ағам бар. Осын Бауыржан деген, Абылай деген ағаларым болды, олар қайтты. Сондай шешеміз сондай өнерлі, сондай ақындығы бар, сондай адам болған жалпы. Қызық дүние екен.